ilk дәрсе қош келдіңіз. Барлығыңызға сәлем, алғашқы дәріске қош келдіңіз. Бүгін бізде бірінші сабақ, бірінші дәрс. Біздің бүгінгі сабағымыз диалогтардан басталады. Бірінші диалогымыз мераба. Мераба түрік тілінен аударғанда сәлеметсіз бе деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде бізде Мұрат пен Гамзаның диалоги берілген. Біз сіздермен қазір түрік тілінде бұл диалогтың оқылуын бірге тыңдап, содан кейін сіз бұл видеоны паузаға қойып, өздеріңіз қайталап оқып шығуларыңызға мен кеңес беремін. Қазір түрік тіліндегі оқылуын тыңдайық. Tanışma. Merhaba. Merhaba, Benim adım Murat. Sizin adınız ne? benim adım Gamze. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Бұл жерде Мұрат пен Гамзе амандасып танысу үстінде ең бірінші Мұрат диалогты бастайды. Мераба дейді. Мераба жаңа айтып кеткендей, сәлеметсіз бе деген мағынаны білдіреді. Назар аударсаңыздар, мераба оқылған кезде х әрпіне аса мән беріліп оқылмайды. Яғни мерхаба демейсіздер. Келесі сабақтарда алфавитті өткен кезде әріптерді біз толықтай өтеміз. Ал қазір оқылу үшін мераба деп оқысаңыздар болады. Гамзе мераба деп жауап қайтарады, яғни ол да сәлеметсіз бе дейді. Содан соң Мұрат өзін таныстырып, "Benim adım Murat, sizin adınız ne?" дейді. Яғни менің атым Мұрат, сіздің атыңыз не, сіздің атыңыз қалай дейді. Гамзе оған жауап қайтарады, "Benim adım Gamze", яғни менің атым Гамзе. Қарап тұрсаңыздар, қазақ тіліне ұқсайтын сөздер бар, оны түртіп алып отырыңыздар өздеріңізге. Содан соң Мұрат "Memnun oldum" дейді. "Memnun oldum" түрік тілінде танысқаныма қуаныштым деген мағынаны білдіреді. Гамзе "Ben de memnun oldum" дейді. "Мен де танысқаныма қуаныштым" дейді. Жаңа қайталап кетейін, сіздерге осы видеоны көріп отырған кезіңізде түрік тілінде оқылуының интонациясына мән беріп, содан соң видеоны пауза қойып, өздеріңізді тексеріп, қайталап оқып шығыңыздар. Сол кезде ғана сіздердің естеріңізде қалады, және оқу акцентін үйрене бастайсыздар. Келесі диалогқа көшейік. Келесі диалогымыз насылсыңыз. Насылсыңыз түрік тілінен қазақ тіліне аударғанда қалыңыз қалай, қалайсыңыз, қалайсың деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде сыпайы түрде жазылған, яғни сіз насылсыңыз. Егер сен болатын болса, сен насылсың. Ызсыз болады. Мұрат пен Гамзе бұл жерде екінші рет кездесіп тұр. Бұл жерде бір-бірінің қал жағдайын сұрап тұр екінші кездесуде. Біз сіздермен қазір түрік тілінде оқылуын тыңдаймыз. Содан соң не істейміз? Видеоны пауза қоямыз және артынан оқимыз. Өздеріңізді тексеріп. Түрік тілінде оқылуын тыңдайық. Nasılsınız? Gamze Hanım. Merhaba. Merhaba Murat Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Мұрат Бей сөзді бастайды. Диалогта Гамзе ханым дейді, яғни деген кезде жоспарланмаған кездесу болып тұр, көшеде көріп қалған болып тұр. Және де Гамзенің артынан ханым жүреді. Ханым, яғни бұл жерде әйел адамдарға, қыз балаларға аттарын айтқаннан кейін танымайтын адам ханым дейді. Яғни Гамзе бірінші ат жүреді, содан кейін ханым. Біздің қазақ тілінде де бар, ханым деп жатады, мырза деп жатады. Сол себепті қыз әйел адамдарға ханым жалғасады, және де амандасып тұр. Мераба. Гамзе мераба Мұрат Бей дейді. Бұл жерде ер адамдарға бізде мырза десе, мысалы Мұрат мырза десе, бұл жерде түріктерде бей, яғни господин, мырза, ер адамдарды бей дейді. Яғни мераба Мұрат Бей дейді. Мұрат насылсыңыз дейді, қалыңыз қалай дейді. Гамзе İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız дейді. İyiyim, жақсымын. Өте жиі қолданады. Teşekkür ederim. Рахмет. Siz nasılsınız? Сіздің қалыңыз қалай дейді. Мұрат, teşekkürler. Ben de iyiyim дейді. Яғни рахмет, мен де жақсымын дейді. Бұл жерде байқап тұрсаңыздар, рахмет айтудың екі түрі бар, біз бірнеше түрін әлі өтетін боламыз. Бірақ teşekkür ederim бұл жалпы көп қолданатын ресми түрдегі сөз.
Teşekkür ederim қолданылады. Teşekkürler, көп рахмет деген сөз, көп рахмет. Егер çok teşekkür ederim болса, ол да, өте сізге көп рахметімді айтамын дейді. Ал teşekkürler бұл жерде, яғни көп рахмет. Келесі диалогқа көшейік. Не var не yok. Не var не yok. Қазақ тіліне аударғанда не бар, не жоқ. Былай тікелей аударатын болсақ, не бар, не жоқ. Яғни қал жағдай қалай, не жаңалық, яғни ресми емес түрдегі айтылатын сөз тіркесі, сұрақ яғни. Біз сіздермен қазір түрік тілінде оқылуын тыңдаймыз әдеттегідей. Сосын сіздер осы диалогты паузаға қойып, өздеріңізді тексеріп оқып шығуларыңызға мен кеңес беремін. Tındayık. Ne var ne yok? Merhaba. Merhaba. Ne var ne yok? İyilik sağlık. Sende ne var ne yok? Sağ ol. Ben de iyiyim. Ne var ne yok. Бұл жерде Эмре мен Айкут бір-бірлерін бұрыннан бері таныс, дауыс ырғақтарынан байқасаңыздар, олар бір-бірлерін качалкада, спорт залында танысқан, бір-бірлерімен амандасып, ресми емес түрде бір-бірлерінен не бар не yok деп сұрауда. Эмре бастайды. Merhaba дейді. Merhabаны білесіздер, сәлеметсіз бе? Айкутта merhaba дейді, яғни сәлеметсің бе? Эмре не var не yok дейді. Не жаңалық, не бар не жоқ, қал жағдайың қалай деген барлық сұрақ, барлық сөз осы сұрақтың ішіне кіреді. Айкут ийлік саулық. Біз iyiyim деген сөзді өттік, қазір ийлік саулық, яғни жақсылық, саулық, амандық деген мағынаны білдіреді. Сенде не бар не жоқ, яғни сенде не бар не жоқ, сенің қал жағдайың қалай дейді. Эмре сау ол, ben de iyiyim дейді. Сау ол, яғни сау бол деп біздің қазақ тіліндегі сөзге ұқсас, бірақ түрік тілінде сау бұл рахмет деген бір сөз. Яғни түрік тілінде өте көп рахмет білдіретін сөздер көп. Жаңағы teşekkür ederim, teşekkürler, бұл үшінші түрі сау. Яғни мен де жақсымын дейді. Бұл жерде iyiyim деп тұр. Яғни жақсымын, жалпы түрде айтып отыр. Келесі диалогымызға көшейік. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Егер тез айтатын болсаңыз, на haber? Көп жерде, мүмкін киноларда, сериалдарда естіген боларсыздар. На haber? На haber? Бұл жерде біздің батыс жақта көп осы сөзді қолданады. Не хабар? Не жаңалық деген сөз мағынаны білдіреді. Бұл жерде қазір біз сіздермен бірінші түрік тіліндегі диалогтың оқылуын тыңдаймыз. Сосын бір-бірімізді өзімізді тексеріп, қайталап, интонация, акцент бойынша осы диалогты оқып шығамыз. Қазір түрік тіліндегі оқылуын тыңдайық. Ne haber? İyilik, senden ne haber? İşte, fena değilim. Hoşça kal. Güle güle. Бұл жерде диалогтағы шумға байланысты білген боларсыздар. Бұл кісілер бір-бірін жолда кездестірген, яғни автобуста сенем Айланы көріп қалып, одан на бәр деп көріп қалып сұраптыр. Қандай жаңалық бар, қалайсың деген сияқты. Сенем ийлік дейді. Жаңағы Эмре мен Айкуттың диалогында ийлік деген сөз кездескен. Бұл жерде жақсылық, барлығы жақсы. Сенден не хабар? Яғни сенден не хабар? Сенден не жаңалық бар дейді. Айла işte fena değilim. Яғни солай, жаман емеспін дейді. Фена, яғни жаман, değilim емес. Оны алдағы сабақтарда өтетін боламыз бұл жерде. Яғни мен де жаман емеспін дейді. Hoşça kal, яғни сау бол, көріскенше деген сөз. Сенем güle-güle дейді. Яғни пока-пока, қазақ тіліне былай аударатын болсақ, жалпы түрде түріктер güle-güle, яғни пока-пока деген мағынаны білдіреді. Телефонда.
Бұны түрік тілінен аударып қажеті жоқ деп ойлаймын. Сіздер түсініп отқан боларсыздар. Біз сіздермен қазір әдеттегідей түрік тілінде оқылуын бұл диалогтан тыңдаймыз. Содан соң сіздермен міндетті түрде видеоны паузаға қойып, түрік тілінің интонациясы мен акцентімен оқып көруге тырысамыз. Сол кезде ғана сіздің бұл сөздердің есте қалу қабілеттеріңіз жоғарылайды. Есте қалып, көп сөзді ертең еске аласыздар. Қазір түрік тілінде тыңдайық. Telefonda. Alo. Merhaba anne. Nasılsın? İyi misin? İyiyim kızım, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim anneciğim. Babam nasıl? Baban da çok iyi kızım. Görüşürüz anne. Hoşça kal. Görüşürüz kızım, iyi günler. Бұл жерде қызы мен анасының диалогы мен әйел адамдардың түрік тілінде сөйлегендерін өте қатты жақсы көремін. Себебі олардың дауыстары, сөйлегендері өте музыка ретінде, бір ән ретінде маған құлағыма жағымды естіледі. Қазір сіздерге бұл диалогты талқылауға келетін болсақ, ең басты диалогты қызы бастайды. Яғни анасына звондап: «Алло, merhaba anne, nasılsın? İyi misin?» дейді. Алло, біздің алло. Merhaba anne. Анне бұл ана, мама. Насылсың, бұны да өттік. Бұл жерде насылсыңыз емес, бұл жерде сен насылсың. Ыз жалғауынсыз, бұл жерде сен насылсың деп тұр. İyi misin? İyi misin? Жақсы мысың? Мысың жалғауында біз демеулігін ары қарай тақырыптарда өтетін боламыз. Бұл жерде жалпы алло, merhaba anne, nasılsın, iyi misin? Алло, сәлем Анна, қалың қалай, жақсы мысың дейді. Анасы: iyiyim қызым, сен насылсың? Жақсымын қызым, сенің қалың қалай дейді. Қызы: ben de çok iyiyim anneciğim, babam nasıl? Ben de, яғни мен де, çok iyiyim, яғни өте жақсымын. Anneciğim бұл сыпайы түрде анасын, мысалы біз мамочка, анашым дейміз, анашым бұл түрік тілінде anneciğim. Бабам насыл? Әкем қалай? Яғни бабам бұл папа, біз күнделікті өмірде папа дейміз. Яғни папам қалай дейді. Анасы: бабан да çok iyi қызым дейді. Яғни әкең де өте жақсы қызым. Содан кейін қызы: Görüşürüz anne, hoşça kal. Көрісеміз анашым, қош бол дейді. Анасы: Görüşürüz kızım, iyi günler дейді. Көрісерміз қызым. İyi günler бұл қайырлы күн, күнің сәтті өтсін деген сөз. Жақсы күн тілеймін. Осымен біздің диалогтарымыз аяқталды.